Ilгерде бір батыр майданда жүріп, өзінің жұбайының бала үстінде, бала босану үстінде қайтыс болған хабар жетеді. Майданнан қайта алмай жатыр. Сонда көзіне жас алып өксіп жылайды жа еркек. Сонда қасындағы қан майданда жылағанын көрмеген достары сұрайды: "Ей, қатын жолда, бала белде, сен неге жылап жатсың?" дейді. Сонда айтқан екен: "Бұл бір жөні бөлек адам еді" дейді жұбайым. "Мен үйге кірген кезде шымылдықты көтеретін еді. Мен осы бір болмашы нәрсеге бола әуре боласың ба, неге шымылдықты көтеріп түсіре бересің" дегенде, "Сол шымылдыққа бола басың деймеші, патшам. Мен сенің еш жерде де басың дегеніңді қаламаймын. Сондықтан шымылдықты ашып жабу маған қиындыққа туғызбайды" деп, менің басымның қадірін білетін сондай бір ханшайымға бергісіз қатын еді ғой деп мақтаған екен да. Өйткені әйел адамдардың қолында керемет бір қасиет бар. Әйел адамдар еркектің есіктегі басын төрге, төрдегі басын есікке сүйрейтін мүмкіншілігі о бастан берген. Ол жүрегіміздің түбіндегі қисық қабырғадан жаратылғандықтан жүрегімізде жақын. 20 жыл анаңмен тұрсаң да, қанша жыл халықпен аралассаң да, күнде бір жастыққа бас қойып, бір дастарханнан нәсібіңді айыратын жарың ол саған жақын болып қалады. Сондықтан жарың жақсы болса, дүниенің жарты бақыты, бір елдің патшасы болғаннан салихалы әйелдің күйеуі болу мәртебелі деген сөзді бабам қазақ айтып кеткен ғой. Мына Қордайда қалың жаныстың ортасында Әсел деген бәйбіше өткен Мырзатай Жолдасбеков ағамыз ол жайында кітап жазды. Сол Әселден қалған өнегелер болған екен. Әсел үлкен бәйбіше болған екен. Сол Әсел әжеміздің қаншама ғұрпы бізге жетпей жатыр қазіргі уақытта. Сонда Әсел әжеміз ауылға қонақ келетін кезде ит пен баланы тойғызып қояды екен. Бала ана жерге келіп жағаласып дауыс шығарып шешесінің етегіне жабысып жыламасын, ит көлінген қонақтың аяғының астында жүрмесін деп, итпенен баланы тойғызып қояды екен. Осы сияқты берекелі бәйбішелердің қаншама дәстүрі бір кезде қалған еді. Қарап отырсаңыздар. Сондықтан әйел адамдар егер орташа ғана жігітке тұрмысқа шыққан болса, соны Алатаудай азаматқа айналдыра алады екен. Ал егер кесірлі әйел болатын болса, Алатаудай жігіттің басын бір төбедей қылып төмендете алады екен. Сондықтан біздің қасиетті, Құдайдан қорқатын, ерім ол менің батам, ерім менің екі дүниедегі бақытымның есігі дейтін аналарымыз аман болсын. Ал енді кейбір өкінішке орай бауырларымыз әйеліне қомпылдап сөйлегенді, жұрттың алдында соның жанын жасытып жібергенді мәртебе көретінде қор адамдар бар. Ол сенің жұбайың. Әулие бабаларымыз айтқан, бұл ең мықты жігіт өзінің әйелімен жақсы қарым-қатынаста болған жігіт. Қылықты қызды әдемі келіншекке айландыратын, келісті келіншекке айналдыратын ол кең жүректі жігіт. Кейде бір әдемі әжелерімді көрем. 70-ге келсе де, 80-ге келсе де мөлдіреп отыр. Көзінде күлкі бар, езуінде жымиысы бар. Жан-жағына шуақ шашып отырған әжемді көрген кезде, ақсақал, атам жақсы болған екен ғой деп риза болам. Әйелді тоздырып жіберуден оңай нәрсе жоқ. Әйел адамды 3 күн ұрыссаң, 4-ші күні салбырап 5 жасқа қартайып кетеді. Ал әйел адамды еркелетіп, әйел адамның жанына шуақ шашып отыратын болсаң, ол қайырлы болатын болса, ол ізгі болатын болса, ерінің мәртебесін асыруға жанын салады әйел адамдар. Көбінде біздің ер азаматтардың қателігі неде? Әйелдеріне бір рет күлдіріп, бір рахат көңіл күй сыйлап қояды, соны бір аптаға жетеді деп ойлайды. Немесе таңертең ғана керемет болып отырың, саған не болды кешке деп жаңағы тисе бастайды. Ал енді даналарымыздың сөзіменен, ағаларымыздың тәжірибесіне құлақ салсақ, жоқ, әйелге деген жылы қарым-қатынас ол одноразовый. Таңертеңгі айтқан әзілің мен приколың таңертең қалды, өзінің жұмысын атқарды. Түске жаңа әзіл дайындау керек, жаңа мақтау дайындау керек, жаңа сөз дайындау керек. Кешке басқа сөз дайындау керек. Оның түсі басқа болу керек, оның мінезі, табиғаты басқа сөз болу керек. Сондықтан бауырлардың құлағына сыр ғып айтатын аманат сөзіміз. Сен егер жұбайыңды қартайтып жібермей, тоздырып жібермей, ардақтай алсаң, ол сенің дүние мүлкіңе де, сенің ар абыройыңа да,
сенің ұрпағыңа да жақсы қарайды екен. Себебі ең жақсы әйел кім дегенде, ең жақсы әйел сол сен жоқта, сен қарасаң көзің тоятындай, сен жұмсасаң айтқаныңды істейтіндей, сен жоқта ары мен үйдегі дүние мүлкіңе ұят келтірмейтіндей әйел деген екен. Сондықтан бағана зере әжелерімізді біз бекерге мысалға келтірген жоқпыз. Бір әжеміз қасында келіні бар, көршіден келе жатыр екен. Келе жатқанда жолдан өтейін десе, аяғы ауыр бір екі қабат келін алдан шығып қалады. Әже өтіңіз дейді. Жоқ, айналайын, сен өт көпірден дейді. Сөйтіп тұрады. Анау жаутаңдап қарайды да, аяғы ауыр келін өте қояды. Сәл уақыт өткеннен кейін келіні сұрайды енесінен. Апа, сондай келін сіздің де қасыңызда келе жатыр ғой. Оған неге жол бердіңіз дейді. Сонда айтады, шырағым дейді. Көріп тұрсың ғой, аяғы ауыр екен дейді. Мүмкін оның ішінде бір ер азамат жатқан шығар дейді. Ол ер азамат ертең елдің тізгінін ұстайтын шығар дейді. Сондықтан да біз оны келін ғой деп емес, елдің тізгінін ұстайтын азаматты көтеріп жүрген ана ғой деп өткіздім деген екен да.